Ассалаумағалейкум, құрметті аңыз доп YouTube арнасының көрермендері. Аутсайдер мәртебесіне қарамастан, олар үлкен жетістікке қол жеткізіп, әлемдік футбол тарихына мәңгілікке енді. Ал сіздің белсенділігіңізді ескере отырып, мен чемпиондық атақты сенсациялық түрде жеңіп алған командалар туралы жаңа топтама дайындадым. Егер бұл формат сізге қызық болса, келесі шығарылымда TMD клубтарына тоқталамын. Сондықтан пікірлердегі реакцияларыңызды күтемін және көрерменге жақсы көңіл күй тілеймін. Ноттингем Форесттің ертегідей жолы 70-ші жылдардың ортасында Ноттингем Форест ағылшын футболының алпауыт клубы болудан алыс еді. Команда дивизиондар арасында жүріп, премьер-лигаға шығуға кезекті рет талпынып көрген сайын сәтсіздікке ұшырайтын. Бірақ бәрі өзгерді. Команданы аты аңызға айналған Брайан Клаф басқарған кезде. Скандалды мінезіне қарамастан, ол кіші клубтармен де үлкен жетістікке жете алатынын бұрыннан дәлелдеген еді. Алғашқы баспасөз конференциясында Клаф өзіне тән батылдықпен жуық арада Ноттингем Форест Англияның ең мықты командасына айналады деп мәлімдеді. Бұл сөз көпшіліктің күлкісін келтірген. Себебі ол кезде Ноттингем екінші дивизионда жан сақтап жүрген. Жоғары лигаға шығатын үміткерлердің қатарында да болмаған. Алайда Брайан Клаф пен оның көмекшісі Питер Тейлор команданы түбегейлі қайта құрып, болашақ жеңістердің негізін қалады. 1977 жылы орманшылар ақыры элитаға көтерілді. Дәл осы сәттен ұлы команданың тарихы басталды. Маусым басталар алдында Клаф тағы да жұртты таңғалдырды. Біз бірден чемпиондық үшін күресеміз, деді ол. Оның өзіне деген шексіз сенімі мен ойыншыларды жігерлендірудегі шеберлігі Ноттингемді алға жетеледі. Команда мықтылардың үштігіне бірден орнығып, 15 турдан кейін 20 матч бойы жеңіліссіз серия жасады. Джон МакГоверн, Ларри Ллойд және Питер Шилтон сияқты ойыншылар бәсекеге қарамай, алға қарай ұмтылып тұрған мықты ұжым құрды. Нәтижесінде, лигада жаңа болғанына қарамастан, Ноттингем Форест сенсациялық түрде чемпион атанып, футбол тарихындағы ең күтпеген жетістіктердің бірін жасады. Бұл табыстың басты архитекторы Брайан Клаф. Ол ойыншыларға сенім ұялатты, ал жанкүйерлерге жанды сезіндірді. Кейінірек ол командамен қатарынан 2 жыл Еуропа чемпиондары кубогын жеңіп, клуб пен ағылшын футболының аңызына айналды. Твенти мен Стив Маклареннің ғажайып маусымы. Стив Макларен Энсхедеге келген кезде, Англия құрамасындағы сәтсіздіктерден кейін оның абыройын Нидерландта қалпына келтіреді деп ешкім сенбеді. Оның үстіне Твенти тарих бойы үлкен үштіктің көлеңкесінде қалған, ал тіпті орта деңгейлі командалармен салыстырғанда да фаворит саналмайтын. Бірақ Макларен біртіндеп бәсекеге қабілетті команда құра бастады. Оның алғашқы маусымында Твенти күтпеген жерден 2-ші орын алды. Көпшілік бұл жетістікті кездейсоқ деп санағанымен, Макларен чемпиондықты көздейтін ұжым құруды жалғастырды. 2009-10 маусымы басталар алдында клуб Йонгай Титені, ал ең бастысы, команда келбеті атанатын Брайан Руисті қатарға қосты. Маусым алғашқы минуттарынан ақ Твенти жарқын шабуыл футбол ойынын көрсетті. Дуглас қорғанысты ұстап тұрды, Янсон орталықта ойынды басқарды, ал Руис голды қарша боратып, команданы алға сүйреді. Қысқы үзіліске қарай Твенти турнир кестесінің көшін бастады. Дегенмен ПСV мен Аякс оларға демалыс бермей, қысым жасап отырды. Бірақ Твентенің басты қаруы тұрақтылық еді. Қарсыластары құлаған тұста, олар бір сәтке де босаңсымады. Чемпион тағдыры соңғы турда шешілді. Аякс жеңіске жеткеннен кейін, Твенте міндетті түрде Бредаға қарсы сырт алаңда 3 ұпай алуы керек болды. Жылдам соғылған голға қарамастан, матчтағы тартыс соңғы минуттарға дейін сақталды. Бірақ Стох 2-ші голды соққаннан кейін чемпиондықтың тағдыры алдын ала шешілгені анық болды. Финалдық ысқырық Твентеге тарихтағы алғашқы чемпиондықты ғана емес, сонымен қатар Маклареннің мойнындағы сәтсіз бапкер деген таңбадан толық арылуға мүмкіндік берді. Ал болашақта Твенте бұл жетістігін тұрақтандыра алмағанымен, олардың 2010 жылғы ғажайып маусымы жанкүйерлер жадында голланд кереметі ретінде мәңгі сақталады. Монпельенің ертегідей чемпиондығы француз футболы үшін 2011 жыл ерекше болды. Бір жағында Парижде суперклубтың қалыптасуы басталса, екінші жағында қарапайым Монпелье Лига 1 тарихындағы ең үлкен сенсацияның алдында тұрды. Жағдайды түсіну үшін айта кету керек, Монпелье 2009 жылы ғана жоғарғы дивизионға оралған, ешқандай амбициясы жоқ ортанқол команда саналатын, қымбат трансферлерге толы ПСЖмен салыстырғанда паладиндер жаңа ойыншыларға бар болғаны 2 миллион жұмсаған. Соған қарамастан, шектеулі ресурстар жағдайында Рене Жерар өте мықты команда жасай алды, ал оның құрамында жас жұлдыз Оливье Жиру жарқырай бастаған еді. Маусым сәтті басталып, Монпелье тез арада көшбасшылар үштігінің қатарына бекіді.
Алайда қарқынын үдеткен PSG командаға қысым көрсетіп, қысқы үзіліске көшбасшы болып кірді. Екінші айналымды Монпелье 4 жеңіспен бастады. Кейін PSG мен сырт алаңда тең ойнап, чемпионаттағы тартыс шарықтау шегіне жетті. Жерардың командасы тұрақты түрде ұпай жинап отырды. Ал PSG аутсайдерлерге қарсы матчтарда қателіктер жіберіп, бұл Монпельеге көшбасына шығуға әрі 3 ұпайлық айырмашылық жасауға мүмкіндік берді. Шешуші сәт соңғы турда келді. Монпелье драмалық матчта жеңісті жұлып алып, тарихи чемпиондыққа қол жеткізді. Келесі күні барлық француз газеттері бірдей тақырыппен шықты. Дәуіт Голиатты жеңді. Шынында да 2012 жылғы маусым нағыз ертегі болды. Қарапайым команда бүкіл Францияны таңғалдырды да, футбол олимпіне көтерілді. Өкінішке орай, бұл жетістік клубтың жаңа дәуірін бастай алмады. Көп ұзамай үздік ойыншылар басқа клубтарға кете бастады. Ал өткен маусымның қорытындысы бойынша Монпелье элитаны тастап кетті. Дегенмен олар жанкүйерлер жадында француз футболының ең үлкен сенсациясы ретінде қалады. Түркиядағы ең күтпеген чемпиондық. Түрік суперлигасында ондаған жылдар бойы чемпиондық тек Стамбулдың 3 клубы, Фенербахче, Галатасарай және Бешикташ арасында ғана шешілетін. Бұл үстемдікті бұзған соңғы клуб алыстағы 1985 жылы Трабзонспор еді. Одан кейін көп жыл бойы үштік бір-бірімен алмасып, түрік футболының шыңын ешкімге бермеді. Ал Бурсакпор, әдетте дивизиондар арасында шайқалып жүретін, ешқандай үлкен амбициясы жоқ қарапайым команда болатын. 2006 жылы жоғары лигаға көтерілген кезде де ешкім бірнеше жыл ішінде олар сенсация жасайды деп ойлаған жоқ. Оның үстіне, алаңдағы нәтижелер де сенім тудырмайтын. 2007 жылғы 10-шы орын және 2008 жылғы 13-шы орын олардың орта деңгейлі команда екендігін тағы бір дәлелдеді. Алайда 2009 жыл бұл команда үшін бетбұрыс кезең болды. Команданы саулам басқаруға келгеннен кейін ұжым ішінде бірлік орнап, болашақ жетістіктің негізі қаланды. 2010 жылғы маусым крокодилдар үшін аса сәтті басталған жоқ. 5 турдан кейін Бурсаспор турнир кестесінде 12 орында тұрды. Бірақ жеңістер сериясынан кейін команда жылдам қарқын алып, көшбасшылар үштігіне орнығып, чемпиондыққа нақты үміткерге айналды. Соған қарамастан көптеген мамандар Бурсаспорды әлі де байсалды қарсылас деп санамай, ұзақ дистанцияда олар міндетті түрде құлайды деп ойлады. Бірақ жасыл ақ түстілер сыншыларды таң қалдыруын жалғастырды. Наурыз айына қарай олар турнир кестесінде жеке дара көш бастады. Дегенмен, маусымның аяқталуына 3 тур қалғанда команда сүрініп, бірінші орнын уақытша жоғалтып алды. Чемпиондық тағдырын шешкен соңғы турда Бурсаспор өз алаңында Бешикташты жеңіп, аса маңызды 3 ұпайды жұлып алды. Ал Фенербахче шешуші сәтте жеңісті ғана емес, чемпиондық атақты да қолдан шығарып алды. Осылайша Бурсаспор Түркия чемпионатының ресми жеңімпазы атанды. Үлкен амбициясы жоқ. Қарапайым ғана клуб түрік футболының мойындалған алпауыттарын артта қалдырып, ел тарихындағы ең үлкен сенсацияны жасады. Өкінішке қарай, бүгінде клуб төменгі дивизиондарда жүр және сол даңқтан алыс. Бірақ 2010 жылға атақ бүкіл Түркияға Стамбул клубтары ғана емес, басқа командаларда үлкен жетістікке жете алатынын дәлелдеді. Супердепорттың тарихи чемпиондығы 2000 жылғы чемпиондық Депортиво Ла Коруния клубы үшін тарихи оқиға болды. Еурета құрған жарқын команда футбол элитасына еніп қана қоймай, Супердепорт деген мәңгілік лақабатқа ие болды. Фран, Мауро Силва, Паулетта және Рой Маккай секілді жұлдыздары бар бұл ұжым 1999 жылға қарай өз шыңына жеткен еді. 1994 жылғы сәтсіздіктен кейін командада қарызды өтеп, испан футболында биікке көтерілуге деген үлкен құлшыныс болды. Ал Еурета оларға өте шабуылшыл әрі көркем ойын орнатып, Депортиво маусым басталысымен ақ турнир кестесінің бірінші орнына көтерілді. Қаңтар айына қарай команда 5 ұпай артықшылыққа ие болды. Реал мен Барселонаға қарсы ойындарда да өз деңгейін көрсетіп, жанкүйерлерге чемпиондыққа сенуге мүмкіндік берді. Ақыры 19 мамырда Эспаньолға қарсы матчта Депортиво 2-0 есебімен жеңіске жетіп, көптен күткен трофейді басынан асыра көтерді. Финалдық ысқырықтан кейін мыңдаған жанкүйерлер алаңға жүгіріп шығып, сүйікті клубының тарихи жетістігін тойлады. Алайда уақыт көрсеткендей, бұл жетістік Супердепорттың шыңы болды. Келесі жылдары клуб өз позициясын жоғалтып, кейін мүлде төменгі дивизиондарға түсіп кетті. Дегенмен барлық қиындықтарға қарамастан, Депортиво жанкүйерлер жадында 2000 жылдардың басындағы ең әсерлі командалардың бірі ретінде мәңгі қалады. Достар, видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер. Сіздердің біздің арнамызға тіркелулеріңіз бізге көптеп осындай видеолар жасауға шабыт береді. Рахмет.